ました。今度ね、隣で向かい例で見られますよ。足元気をつけて進んでください。Қытай мен Жапония арасындағы саяси салқындықтың салдары пандаларға тие бастады. 54 жыл Жапонияда тұрақтаған жануарлар тарихи отанына кері қайтарылады. Себебі премьер-министр Санае Такаитидің Қытай Тайваньға соққы жасаса, Жапония қарап қалмай деген мәлімдемесі Бейжіңмен диалогты күрделендіріп жіберді. Дипломат пандалар Сяо мен Лэй мен мыңдаған адам өткен жексенбіде қоштасты. Олар ертең Қытайға оралады. Осылайша Жапония 1972 жылдан бері алғаш рет пандасыз қалмақ. Бұл уақытта Қытай әскерін жедел басқару Си Цзиньпиннің қолына өтті. Шұғыл шешімнің қабылдануына не себеп болды, оны геосаясат айдарында тарқатып айтамыз. Армысыздар, назарларыңызда ақпараттағы сараптамалық түскі формат бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Ілиясқызы. Енді ең негізгі деген күн жаңалығына тоқталсам. Халыққа да бизнеске де жеңілдік. 2026 жылы ешкім жазаланбайды. Үкімет салық саясатын жеңілдетіп, таза пара қағидасына көшті. Бұдан бұлай шағын және орта бизнес өкілдері жаңа кодекстегі талаптарға байланысты жіберген қателіктері үшін айыппұл арқылап, шоты бұғатталмайды. Керісінше салықшылар кеңесші рөліне ауысып, кәсіпкердің қатесін түзетуге көмектесуі тиіс. Ұлттық құрылтайда президенттің салық кодексі қасиетті кітап емес деген сөзінен соң үкімет осындай жеңілдіктер жасамақ. Оны Олжас Бектеновтің өзі айтты. Ішкі кірістер қызметінің қызметкерлері бизнестің серіктестері әрі кеңесшілер болу керек. Жауапқа тарту шаралары тек кірісін қасақана жасырғандар үшін қарастырылған. Сондықтан 2026 жыл бүкіл шағын және орта бизнес үшін өтпелі жыл болады. Төлеудегі қателіктер үшін өсімпұлдар мен айыппұлдар өндірілмейді. Сонда кәсіпкерлер бұл жылды өзгерістерге байсалды түрде бейімделу үшін пайдалана алады. Яғни құжатқа сай үкімет кәсіпкерлер үшін бірнеше маңызды ережені бекітпекші. Біріншіден, микро және шағын бизнес өкілдері үшін кәсіпті тоқтату, яғни нақтылап айтқанда кәсіпті тоқтату немесе тарату процедурасы барынша оңайлатылады. Екіншіден, ең басты жаңалық салықтық амнистия. Егер кәсіпкердің 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін жиналып қалған қарызы болса және оны 1 сәуірге дейін төлеп үлгерсе, оған салынған барлық өсімпұл мен айыппұлдар кешіріледі. Бұл бизнесті қарыз қамтынан құтқарудың нақты тетігі болмақ. Үшіншіден, қосымша құн салығы бойынша тіркеуге уақытында тұрмағандар да жазадан құтылады. Бұған дейін мұндай қателік үшін қомақты айыппұл салынатын болса, енді олар да кешіріледі. Осы және өзге де өзгерістер енгізілген құжат қаңтардың 12-сі күні ашық НХ порталына талқылауға шығарылды. Ақпан айының басында күшіне енуі тиіс. Мемлекет кәсіпкерлердің айыппұлын кешіріп түсіністік танытып жатқанда бизнес өкілдері өз жұмысшысына дәл сондай мәртіп көрсете ала ма? Өйткені ұлттық банк төрағасының айтуынша қазіргі жалақының өсімі көз алдау. Салықтан үнемделген ақша жұмысшының қалтасына жете ме, әлде бизнестің кезекті пайдасына айнала ма? Сүлейменов мырзаның бұл мәселеде өз айтары бар. Сами заработные платы должны меняться. То есть человек не должен сидеть 300 тысяч 3 года подряд. Ему должны раз в год или раз в 2 года зарплату поднимать. И у нас по номинальным заработным платам темп тоже снизился. Номинальные заработные платы в прошлом году выросли где-то на 10-11%. А средний рост, условно, 21-24 год, они росли на 17%. То есть это тоже говорит о том, что работодатели заработную плату поднимают, но поднимают не на таком уровне. Но это вопрос уже, понятно, не к Национальному банку и даже, наверное, не к правительству. Это вопрос к работодателям, к бизнесу, почему не поднимаются, не растут заработные платы. Қызығары тартысты сұрақ, үкімет былтыр салықты қатаңдатып, кәсіпкерлерді тығырыққа тіреді. Ал енді жалақыны көтеру бизнестің ар ұятында дейді. Әрине, қарапайым халықтың жалақысын арттыру керек, бірақ ол үшін кәсіпкерлердің де көтерілуіне мүмкіндік беру маңызды. Бұл теңсіздіктің шешімі бар ма? Жаңа салық кодексіне енгізілетін өзгерістер қазынаны ортайтып, салықтан жалтаратындардың қатарын арттырып жібермей ме? Сан сауалдың жауабын сәлден соң сала мамандарымен талқылап анықтаймыз. Бүгінгі басты сауалымыз: салықтың салмағы үкімет
қателігін түзете алама? Қымбатты көрермендер, сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл тақырыптың талқылануына әдеттегідей өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін экранда берілген QR-кодты сканерлесеңіздер, біздің Telegram әлеуметтік желімізге өтуге болады. Ол жерде күн сауалы берілген. Сіздің ойыңызша өзгерістер мен толықтырулары енгізілген соң, жаңа салық кодексі мемлекет пен бизнестің көңілінен бірдей шыға ала ма? Бірнеше нұсқа берілген. Қазірде дауыс бергендер саны 500-ге жуықтапты. Ең алдымен нұсқаларды оқып өтсем. Егер оңайлатылған режиммен шығындарды шегеру талабы қайтарылса, жоқ бюджетке ақша, ал бизнеске жеңілдік керек, екеуінің мүддесі бір арнаға тоғыспайды. Және үшінші нұсқа құжат өзгереді дегенге сенбеймін. Тағы бір нұсқа салық ешқашан бизнестің көңілінен шыққан емес, бұл табиғи қайшылық. Нұсқалармен берілген. Келіспесеңіздер, онда өз ой пікіріңізді білдіруге мүмкіндік бар. Байланыс нөміріміз экранда көрсетілген 800 900 40. Сондай-ақ, қымбатты көрермендер, біздің тікелей эфирімізді Instagram әлеуметтік желісіне стримге қосылу арқылы көре аласыздар. Ол жерде бүкіл бағдарламаны жүргізушінің, яғни менің көзіме мына смарт көзілдіріктің көмегімен көре аласыздар. Яғни мен қазір нені көріп тұрмын, сіздер де дәл соны стрим арқылы көре аласыздар. Сондай-ақ сұрақ қойып, ол жерде де жауап алуға болады. Ендеше белсенділік таныта отырыңыздар. Ал мен қазір студиямызға келіп үлгерген және байланысқа шыққан мамандармен талқылауды бастап, ең өзекті сауалдарға жауап алуға тырысамын. Сәлеметсіздер ме? Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай студиямызға келіп үлгерген мамандарымыз бар. Қазір таныстырып, ең өзекті деген сауалдарға жауап алуға тырысамын. Бұл тақырып өздеріңізде білесіздер. Өткен жылдан бері сан сауалмен талқыланып келе жатыр және бүгінде қоятын сауалымыз аз емес. Таныс болыңыздар, Азат Перуашев, парламент мәжілісінің депутаты, Ақ жол демократиялық партиясының төрағасы, экономикалық реформа және өңірлік даму комитетінің. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сізді студиямызда көргенімізге қуаныштымын. Рахмет. Бауыржан Маденов, экономист, амансыз ба? Және Қымбат Лиманова, кәсіби бухгалтер, салық кеңесшісі. Бұл кісі бізге Алматы қаласынан қосылып тұр. Қымбат ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Дауысыңыз студияға әзірге естілмей тұр. Техникалық ақау болса, әріптестер жөндеп қойсаңыздар, ал біз талқылауды бастасақ. Азат мырза, сонымен мына мәселеден бастайықшы. Таза парақ па, әлде көз бояушылық па деген бірден үкіметтің қазіргі өзгерісіне қатысты ой туындайды. Үкімет 2026 жылды айыппұлсыз жыл деп жариялап, бизнесті таза парақтан бастауға шақырып жатыр. Сіз көп жылдан бері енді салықтық амнистияны талап етіп келесіз, оны білеміз біз. Бұл сіздер сұраған нақты жеңілдік пе? Әлде президент сынынан кейін жасалған уақытша косметикалық реверанс па? Біріншіден, есіңізде бар болса, жаңа салық кодексіне дауыс берген кезде Ақ жол демократ партиясы жалғыз, басқа фракциялар арасындағы жалғыз партия, біз ғана қарсы дауыс бердік. Және де жай қарсы болу үшін емес, бұлай шу көрген үшін емес, біз нақты осы кодекстің, бұл құжаттың кемшіліктерді сынға алып, сөз сөйлеп, дәлелдеп, әйтеуір өз позициямызды дәлелдеп қарсы дауыс бергенбіз. Өкінішке қарай, басқа фракциялар оны қолдады. Ал жақында ғана маған жұмыстар сұрап қойды, неліктен соңғы кезде басқа да депутаттар бізде қарсы дауыс берді деп айтса, білмеймін, ол енді әркім өзі білсін. Шын айтсақ, Ақ жол және екі-үш бір мандатты депутаттар ғана ол кезде біздің позициямызды қолдады. Соңғы кезде енді басқа біреулерді осындай болдық деп айтса, өздері білсін. Енді сіз қойған мәселеге, әрине, осы жаңа салық кодексінің ауыртпашылығы, енді біз 100-ден астам ұсынысты жіберсек, үкімет көбісіне қарсы шықты, сондықтан одан кемінде 99% қабылдамады. Яғни біз ол кезде де бұл кодекс кәсіпкерлерге, әсіресе шағын және орта бизнеске қатты тиеді деп алдын ала түсініп, біз сәуір айында осы бұл салық кодексін енген кезде кәсіпкерлерімізге осы салықтық амнистияны өткізуді ұсынған болатынбыз, ресми депутаттық сауалменен. Сонда, яғни қазіргі кезде сіздердің ұсыныстарыңыз қабылданды? Бірақ ол толығымен емес. Бұл қайтадан үкімет... Не енбей қалды? Амнистияның мағынасы не? Мәселе тек қана айыппұлды кешуге емес, сонымен қатар бұрын кезде жиналған
қарыздарды кешіру болу керек. Ол да бар емес пе? Ол жоқ. Олар тек қана егер сіз мына бұрынғы қарыздарды төлесеңіз, толтырсаңыз, сонда ғана ол үстіне қосылған несі пениялар, штрафтар, айыппұлдар ғана алынбайды. Мәселе сонда. Біздің ойымызша, егер мына президенттің өзі Қызылордада құрылтайда айтты ғой, осы салық кодексі священное писание емес, оны да кәсіпкерлердің талабына сай келтіру керек деп тапсырма бергеннен кейін үкімет енді оянып, шын айтсақ, бір жеңілдік жасаймыз деп сондай әрекетке бет бұрды, бірақ сонда да меніңше ол толыққанды емес, ол толыққанды өткізу үшін біз енді шын айтсақ, біз қазір жаңа салықтық жүйеге қадам бастық. Бұл жүйе осы кәсіпкерлерімізге, талай кәсіпкерлерімізге үлкен сынақ. Олар қаншалықты одан өте ме, өтпей ме, ол да үлкен мәселе, жағдай мүшкіл, шын айтсам. Әсіресе шағын кәсіпкерлер үшін. Біз қазір естіп жатырмыз ғой, жан-жақтан министрлер, мемлекеттік чиновниктер, бұл реформа өте жақсы өтіп жатыр деп, талай кәсіпкерлер тіркеуден өтті. Бұл сыртқы көрсеткіш. Осы орайда нақты нәтижеге келейікші. Өзіңізді айтып тұрсыз ғой, үкімет нақты алғашқы нәтижелермен бөлісті деп. Оны біз де зерделедік. Мысалы айтатын болсақ, 138 мың азамат өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркеліпті. Оның 122 мыңы алғаш рет есепке тұрған. Шағын және орта бизнес оңайлатылған салық режимінен енген 454 мың салық төлеуші оңайлатылған декларация бойынша жұмыс істейтін болған. Бизнестің өсуіне қарайтын болсақ, 7 мың жаңа бизнес субъектісі қосымша құн салығы бойынша есепке тұрыпты. Бұл үкіметтің, яғни мемлекеттік кірістер комитетінің алғашқы бөліскен нәтижелері. Бұл көрсеткіштердің себебі неде? Біріншіден, расында енді цифрландыру жүйесінде қазір кезде кез келген азамат, кәсіппен айналысатын азамат, олар енді көлікеден шығып, өз жұмысын заңдастыруға мүдделі болып отыр. Бұл дұрыс, оны қолдауға болады. Бірақ сонымен қатар, мысалы, мына қанша деп жатыр, 7 мың жаңа бизнес қосымша құн салығына есепке тұрды. Бұл нені көрсетеді? Біз ең үлкен, енді даулы осы жаңа салық кодексінің проблемаларының бірі, бұл B2B мәмілелерге осы жеңілтілген режимін болдырмау, қолданбау туралы ереже шықты ғой. Әрине, қазір шағын бизнестер, олар осы қосымша құн салығын көшуге мәжбүр болып отыр. Жақсылықтан емес, байығаннан емес. Яғни болса мәжбүрліктен дейсіз. Амал жоқтан ғой, Сол себептен мынандай көрсеткіштердің шын мәнін біз тек қана мына есеп беретін мерзімнен көреміз. Мысалы, не жарты жылда ма, не осы сәуір айында ма ғана біз оның қандай әсер еткенін көре аламыз. Қазір кезде бұл тек қана былай, шын айтсақ, формалды көрсеткіштер. Қымбат ханым, расында қазіргі кезде үкімет айтқандай айтарлықтай нәтиже жоқ па? Мен толық келісемін депутатымызға. Студияда дауыс жоқ. Мен ғана сізді дәл қазір естіп тұрмын. Қымбат ханым? Енді жақсы. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен депутат мырзамен толыққанды келісемін. Көбінесе цифрлар. Жаңағы 7 мың кәсіпкер НДС-ке тұрған. Олар ерікті түрде тұрды дегенге мен келісе алмаймын. Себебі ірі кәсіпкерлер дәл сол өздерінің жеткізушілер мен мердігерлерінің жалпыға ортақ режимге өтулеріне және де НДС-ке тұруларына талап қойды. Сол себепті көптеген кәсіпкерлер мәжбүрлі түрде қосылған құн салығына тұрды. Тіпті кейбіреулері жоқ, енді мен қосылған құн салығы төлеуші болмаймын. Бұл жалпыға ортақ режим мен үшін тиімсіз екен. Мен қайтадан қосылған құн салығынан шыққым келеді десе, біздің жаңа салық кабинеті исына бұл мүмкіндікті бермеуде. Яғни жаңа салық кодексіне сәйкес қосылған құн салығынан босатылу үшін сіз алдымен режиміңізді арнаулы салық режиміне, жаңа упрощенкаға өту керексіз, немесе қызметті тоқтату керек, ликвидацияны бастау керек делінген. Ал бұл кәсіпкер жалпыға ортақ режимде жұмыс жасағысы келеді, бірақ қосылған құн салығы төлеуші болғысы келмейді. Сәйкесінше бұл біздің кәсіп жаңағы салық төлеушілердің несін шектеп отыр.
қалай сен құқығын шектеп отыр. Себебі ол қосылған құн салығынан шыға алмайды. Жалпыға ортақ режимнен жаңа упрощенкаға да өте алмайды. Себебі бізде бір ғана заявление үлгісі бар режим ауыстыру бойынша. Егер сен осы жалпыға ортақ режимге өтіп қойсаң, онда 1 наурызға дейін ешқандай да режим ауыстыра алмайсың. Сәйкесінше 1 наурызға дейін қосылған құн салығы төлеуші болып отыру керек. Дәл осы қиындықтар жаңа құжатқа талапқа енгізілді ме ашық НК порталына шығарылған жерде? Бұндай қиындықтар енгізілген жоқ. Жоқ. Ол жерде жаңа парақ, таза парақ деген, ол мүлдем оған қатысты емес. Ол жерде егер де сен негізгі борышыңды 1 наурызға, 1 сәуірге дейін, сәуір қосылмайды, 1 сәуірге дейін негізгі борышыңды төлейтін болсаң, онда осы 1 қаңтарға дейінгі шегер пенялар мен штрафтар дейміз, солар ғана кешіріледі делінген. Және де ол жерде арнаулы барлық кәсіпкерлерге бірдей жеңілдік қарастырылмаған. Ол жерде егер де сіз импорт-экспортпен айналысатын кәсіпкер болсаңыз, ірі кәсіпкер болсаңыз, бұл жерде микро-малый дейді. Яғни сіздің дәл экономикалық категорияңыз өте ұсақ және орташа да кірмейді, ұсақ болса, сол кезде ғана сіз бұл таза парақ, амнистия дейді, бұл амнистия емес, бұл кішігірім жеңілдік, сол жеңілдікті қолдана аласыз делінген. Және де бұл жерде шыны керек, бұл қазан айы, 2025 жылдың қазан айында айтылған дүние әлі күнге дейін бұл нормативті құқықтық базаға әлі де жаңағы енгізілген жоқ. Сол себепті бұдан да аса бір қатты үмітті емес салық төлеушілер. Бірақ 2026 жылы ешбір бизнес иесі жазаланбайтыны анық, ол 2026 жылға қазір осындай мораторий жариялап отыр. Сонда да қарыздары кешірілмейді, сол себептен қарыздарды бәрібір олар талап етеді салық органдары. Енді салықтық сәлде болса жеңілдік деп айтайық, жеңілдік жасалғаннан кейін бар ғой енді, ол қазір жасалып жатыр, сәлде болса аздаған жеңілдік. Бұл да олар өзі еркімен емес, бұл мына біріншіден менімше, әрине президенттің тапсырмасы болғаннан кейін, және де Ақ жол партиясы мына қайта осы салық кодекс қабылдағаннан кейін де өз күресімізді бітірген жоқпыз, қойған жоқпыз, соның да нәтижесі деп санаймын. Міне енді менің бірінші сұрағыма нақты жауап бердіңіз. Бауыржан мырза, бұл жерде үкіметтің негізгі көздегені қазынаны толтыру еді. Ал енді мына жаңа салық кодексі бірінен бастап күшіне енгенімен қайтадан өзгеріс енгізілейін деп жатыр. Яғни ашық нормативті құқықтық актілер порталына қазірдің өзіне белгіленген, Азат мырза мен жаңа ғана қымбат ханым айтып өткендей, сәл де болса жеңілдіктер, түзетулер енгізілді. Бұл енді қазынаға тағы да кері әсер етпей ме? Бұл сұраққа жауап беру үшін бірінші біз былай менің өз ойым пікірін білдірейін. Негізі қосымша құн салығына өсіру бойынша ол негізі үлкен мақсатта істелінген іс-әрекет, пайдалы мақсатта. Яғни қосымша құн салығын 4% өсірді 12-ден 16-ға дейін. Оның мақсаты не еді? Содан түскен түсімдерді инвестициялық бағытта проекттер жұмсауға қаражат көзі ретінде көрінуі тиіс болады. Ең бастапқы мақсат. Менің экономист ретінде айтатын. Яғни соған байланысты үлкен өзгерістер өніп жатыр. Мысалы, бәйтерек бойынша бұрын мысалы Нұх болса, управляющий басқарушы холдинг болса, қазір инвестициялық. Яғни үлкен бәйтерек болсын, даму болсын, басқа да даму институттары қаржыландыру үшін қаражат көзі керек қой. Сол бағытқа осы НДС-ті көтеру арқылы сол қаражат көздерін, яғни экономиканы инвестициялық бағытқа көшіру бойынша істелінген іс-әрекет деп танитын едім. Бірақ үлкен мақсатты орындау кезінде менің өз түсінігім бойынша салық комитеті өзінің жеке басының мақсаттарын алға қойып кетті да, сол себепті бұл үлкен проблемаға туындап алып келіп тұр. Мысалы, айталық енді концептуальный түрде қарасақ, бизнесте мысалы B2B, B2C, яғни екі қазаны, бизнес пен бизнес көрсететін оның бір отдельный қазаны бар, жеке тұтынушыға жететін оның бөлек бір қазаны бар. Екеуін араластырмау үшін қызмет түрлерін оқшаулап тастады. Яғни сен егер жеке адамдарға қызмет көрсететін болсаң, онда сен
мына оңайтылған режимде қызмет көрсетіп 4%, болмаса 2% болуы мүмкін, либо 6% ол мәслихаттың шешімі байланысты 2 миллион 2,4 миллиардқа дейін оборотқа рұқсат етілді. Егер бизнеске қызмет көрсететін болсаң, шектеу қойып тастады. Ол үшін общеустановленный режим, яғни 10%, мысалы ИП болсаң 10%-пен төлеу керек. Дәл осы тұсы негізі дау туғызды, иә, кәсіпкерлер Жоқ, енді мына бір нәрсені түсінуге болады. Бұл не мақсатта кіргізілді? Бұның бір жақсы жағы бар. Яғни искусственное дробление бизнеса деген бар, немесе искусственный вывод прибыли деген бар да. Яғни үлкен салықтардың екі көз бар да. Бұл НДС, НДС-те ешкім қашып құтыла алмайды. Қашып құтылу өте қиын. Екінші салықтар бол, корпоративный подоход налог, яғни 20%. Бұрын мысалы ИП арқылы мысалы 20% төлегенше 3% төлеп 17% экономия алатын еді. Сосын ірі бизнес сақталды. Сақталды, сол себепті. Енді бұл жерге шектеу қойылды қызмет түрлері бойынша. Егер мысалы бизнес көрсететін болсаң, жалпылама қызмет түрлерін, то есть 10%-тік режим түріне кіруін керексің. Жарайды, болған келсек, бизнеске көрсет қызмет түрі 10%. Бірақ енді бір нәрсесімен келіспеймін, парок НДС бойынша. Мысалы бұрын 78 миллион теңге болатын болса, 20 мың РП. Қазір 10 мың РП түсіріп тастады. Оның керегі қанша? НДС-тен, мысалы, ол былай ғой, НДС-тен қашып, яғни бұрын ИП, мысалы, ол жерде эффект қандай болатын? Тек қана КПН-нан. Ол ИП үшін НДС-ті үлкен компания төлейтін еді. Себебі НДС зачет қала алмайды ғой. Яғни үлкен компания өз төлейтін еді. Иә. Түсініп отырсыз ба? Оны төмен түсіргенмен ол дополнительный расходтарды алып келеді. Яғни бухгалтер жалда көрек, мысалы, әртүрлі қызмет түрлері бар бизнеске. Бұған дейін біз осы мәселені мысалы, мобилограф бар, әртүрлі көп адамдар бар да бизнеске қызмет көрсететін. Иә. Кешіңіз, мына жерде дробление жөнінде, сақтау жөнінде әңгіме басталып кетті да. Өте мына жалпы бұл салық кодексін дайырлаушылар үлкен қате жасады. Олар осы сақтауға қарсы бірнеше іс-шараларды жүргізіп, енгізіп, осы салық кодексі, ал дробление, сақтау деген өз ұғымы жоқ салық кодексі. Ол не екен? Ол қаншалықты экономикаға ауыр тиеді екен, қаншалық заңсыз екен? Ол заңсыз деп ешкім көрсетілген жоқ. Ол үшін жауапкершілік қарастырылмаған. Оның құрамында не екен? Дробление сақтаудың не дейміз, признактары қандай екен деп көрсетілмеген. Жай дроблениеге қарсымыз деп. Ал жақсы осы дробление болса, ұсақтау болса, ол біздің экономикамызға қаншалықты әсер етеді. Ол біздің мысалы бизнестің ішінде қаншалықты үлесі бар. Ондай көрсеткіш жоқ, жай дробление қарсымыз деп. Жақсы, біз егер бір мысалы нәрсеге қарсы тұрсақ, бір дүние қарсы тұрсақ, онда болса, оның көлемін түсінуіміз керек. Көлемі ғана екен, қанша мысалы қаражат олар осы салықтан босатып жүр, салықтан қашып жүр, мысалы ондай цифрлар, ондай аргументтер болмаған. Жай ұсақтауға қарсымыз деп. Ал олай болса, мысалы не әкімшіліктік кодексіне, не қылмыстық кодексіне, не салық кодексіне деді, ұсақтау дробление деген ұғымды неге енгізбейсіздер? Және оны қалай түсінуге болады? Оның көрсеткіштері қандай екен деп, қалай түсінуге? Бұл дробление ме, дәлел емес пе деп. Көрдіңіз бе? Олар нақты ұғымды кіргізбей, ал ол үшін оған қарсы бірнеше мынандай ірі шараларды кіргізбеді. Яғни қазір кезде осы енгізілген талаптарынан кейін шын осы дроблениемен айналысатын, сақтайтын ірі компаниялар ешқандай зардап шекпейді, оларға қарата жұмыс жасады. Ал зардап шеккен расында да шағын бизнестер. Енді олар жабылады, енді олар жабуға мәжбүр болады. Иә, Қымбат ханым қолын көтеріп отыр, тыңдасақ. Қымбат ханым. Иә, мен қосылып өтім келіп тұр. Дроблениені мүлдем шешпейді бұл жаңа салық кодексі. Дроблениеге вообще қатысы жоқ. Бұл жерде керісінше, егер де сен жалпыға ортақ режимде жұмыс жасайтын болсаң, 10 мың МРП-дан айналым 43 миллион 250 мың теңгеден асатын болса, онда сен уақытында НДС-ке тұру керексің. Ескі салық кодексында 10 жұмыс күні ішінде тұруге міндеттелсең, жаңа салық кодексында 5 жұмыс күні ішінде НДС-ке тұру керексің. Егер тұрмасаң, сол баяғы әкімшілік жауапкершілік сол қалпында 15% көлемінде айыппұл асқан айналымнан. Және де бұл жерде керісінше дробление басталады деген сөз. Керісінше 10 мың МРП-дан асып кетпес үшін бірнеше ИП ТО-дан жұмыс жасайды. Себебі бұл жерде жалпыға ортақ режимде бір адамда бірнеше ТО бола береді. Ол бойынша шектеу жоқ. Ал упрощенный режимда жұмыс жасау үшін
Иә, негізгі проблема мәселелер әлде бар екен айтып жүрміз. Және президент оған назар аударып, барлық мәселелерді жинақтап, осыны ескеруді үкіметке тапсырды. Азат Тұрлыбекұлы, енді сіздің ойыңызша, дәл осы айтылған түйткілдерді жаңа салық кодексіне енгізуге мүмкіндік бола ма, жоқ па? Енді негізінде мұндай мүмкіндік енді салық кодексінің өзіне сай тек қана 1 шілдеге дейін қабылдап, келесі жылдан бастап қана енгізуге болады. Енді талап сол, бірақ мына құрылтайда президент Тоқаев өзі тапсырма бергеннен кейін және де соған сай мына үкіметтің де арнайы жұмыс тобы құрып, қазір осындай ұсыныстарды жинап жатыр да, мүмкін басқа бір ұсыныстарды соған келтіреміз бе деп үмітім бар. Негізінде біз енді айттым да, біз мына салық кодексіне жеңілсек те, яғни 100-ден астам біздің ұсыныстарымыздың екеу ғана өткеннен кейін біз күресімізді қойған жоқпыз. Ары қаратай мына тіпті бүгінге дейін күресіп жатырмыз. Және де өзімізді осы 100-ден астам тағы да жиналып, осы қазір кезде біраз айтылған тағы да нелер бар ғой. Қазір енді ашылып жатыр ғой кемшіліктері. Соған да сай ұсыныстарымызды жақын арада үкіметке қайтадан жібереміз, және де қайтадан осы әңгімеге, осы пікір алмасуға кірісеміз деп жобамыз бар. Қайтадан үкіметке жібереміз деп отырған құжаттың ішінде нақты қандай ұсыныстарыңыз бар? Қосымша құн салығы бойынша айтайықшы, оны қайта қарау ұсынысы бар ма? Қосымша құн салығы бойынша? Иә, соған сай, сосын мына қазір қосымша құн салығының несін парог деп отырмыз ғой. Біздің ұсынысымыз 79 миллион еді, несін жылдық айналымы. Иә. Несі не ғой, ККС төлеушілер үшін. Ал қазір 42 миллион қойды. Ол расында да бұл мына бизнесті ұсақтауға итермелетін дәл осындай талаптар, шын айтсақ. Біз бизнесті өсіруіміз керек. Шағын бизнестен орта бизнеске дейін, орта бизнестен ірі бизнеске өсіруіміз керек. Мынандай оған итермелеуіміз керек. Оған әдейі не ғой, бір ынталандыруымыз керек. Ал бұл мына қабылданған қазіргі ережесі керісінше бизнесті ұсақтауға, бизнесті өз шын айналымдарды былай не ғой, көрсетпеуге итермеліп жатыр. Тіпті менің ойымша, қазір мына НДС-тің өзінің, мына ККС-тің ставкасы жөнінде мөлшерлемесі туралы айтып отырмыз, 16% жақсы. Расында мемлекетіміздің өз әлеуметтік бағдарламаларды, өз міндетін орындауға тиісті қаражат керек. Онымен ешкім дауласпайды. Бірақ сонда да қаншалықты бізде әліге дейін ешбір салық төлемейтін, шын айтсақ, мына көлеңкелі бизнестер бар. Бұл олигархтар, бұл қылмыскерлер, олармен неге алыспайды үкімет? Оларды мұнай шығаруға, оларды көрсетуге ешбір жаңа бір несін әдістеме тапқан жоқ. Мына жаңа салық кодексінде жоқ па сіздің ойыңызша? Жоқ. Олар мына кез келген неге барсаңыз, ана тіпті не дейміз, сауда орталықтарына бір талай бутиктерде ешқандай ККС қолданбайтын, ешқандай өз айналымдарды көрсетпейтін кәсіпкерлер бар. Бұл деген үлкен ресурс. Ол бір екіншіден біз мына банктер туралы, мұнайшылар туралы, өзіміздің табиғи шикізатымыз, елге шын айтсақ жататын байлығымызды сататын, шетелге сататын компаниялар неге осы табыс салығымен неге олардан бюджетті толтырмаймыз ба? Одан басқа да біз бірнеше осындай ұсыныстарды жасадық. Негізі тағы да айтамын, мемлекетке қаражат керек. Қаражатты көбейтуіміз қажет, ол дұрыс. Бірақ оны толтыратын басқа да бір талай резервтер, әліге дейін қолданбаған резервтер бар. Қандай резервтар ол? Бұл банкте, мысалы, біздің банктеміз әліге дейін, мысалы, КХС-ті енгізді, ал несін табыс салығын олар 25% қала төлейді. Ал, мысалы, Прибалтикада осы қазір кезде 60% деп қосты. 60%. Яғни Европадағы банктер, олар біздік сияқты, сіз қараңызшы, ай сайын олардың табатын табысы триллиондап көп жатыр. Мен банктерге қарсы емеспін. Бұл өте керек, қажет. Яғни сіздің ойыңызша шағын және орта бизнеске жеңілдік жасау арқылы және банктердің пайыздық мөлшерін арттыру. Артықша байлығы бар, не дейміз, сверхнормативный несі табысы бар компаниялар. Бұл деген банктер, қаржы институттары, бұл деген шикізат шығаратын біздің жер қойнауын пайдаланушылар, бұл деген басқа да бірнеше не ғой. Мысалы, сонымен қатар неліктен біз коррупция туралы сөйлемейміз? Неліктен мына шын айтсақ, осы жемқорлықтың азайту туралы ешбір несі осы қарастырылмаған салық кодексі. Мына сосын ешқандай несіз, не дейміз, аса нәтижесіз керек емес мемлекет органдардың шығындары азайту туралы ешбір сөйлем айтылмаған. Мына бюджет деген не? Бюджет деген не сияқты? Бір шара сияқты да. Оған кіретін кірісі бар, шығатын шығыс бар. Біз қаншалықты осы мына кірісті көбейтсек те, егер шығынды дұрыстап реттелмесек, қолға алмасақ, ешқашан біз бюджетті толтыра алмаймыз. Бауыржан мырза.
мен жаңа сөзімді аяқтайын. Енді жаңа айттым ғой, бөлек қазаны бар деп. Бизнестің қазаны бар, тұтынушылар мен B2C қазаны бар деп отдельно. Бұрын мысалы B2B-ден мына налогты ықшамдау үшін 20% төлеудің 3% ИП-ға мысалы әртүрлі расход етіп, салықты эконом жасайтын, 17% эконом. Енді бұның жолын кесіп жатыр. Енді бұл жерде бір нәрсені айтайын. НДС бойынша да, бұл НДС-ті порогын түсірудің қажеті жоқ. Бұрынғыда 78 миллион, болмаса керек болса одан көбірек істеу керек. Бірақ бір нәрсе айту керек. Егер мысалы сен мына бизнеске мына жеңілдетілген ИП-лар қызмет көрсететін болса, онда общественный режим, яғни 10% салық төлеуің керексің. Яғни 20%, бұрын 3% төлейтін болса, яғни мына салық ауыртпашылығы дейміз ғой, 3%-тен 10%, яғни 7%-ке, то есть 300 есе өседі да, то есть бұрын 3% төлейтін болса, 10% төлейтін болсын. Бірақ НДС-ке түспесін. Не үшін себепті? Бизнеске қызмет көрсететін жеке кәсіпкер түрлер көп. Мобилогер, SMM-шік дейміз, басқа да архитектор болмасын, өзін-өзі мысалы қамтитын әртүрлі бизнесмендерді, оларға НДС түссе, ол үшін жеке бухгалтер ұстау керек. Оның жұмысы көп, электронды фактура бойынша, оны вычеті бойынша көп басына бас ауыртпашылық алып келеді. Ол НДС дегеніміз не? 16%. Яғни ол өзінің олардың қызметі, мысалы 3% налог болатын болса, 10%-ке бір көтеріледі ауыртпашылық. Тағы да оған келіп 16% қосылады да НДС. Оны жүргізу керек бухгалтер. Ол басына ұртқанша, оған мысалы мен жеке кәсіпкер болатын болса, бизнеске қызмет, мен жарайды 10%-ін төлейін налог, бірақ мен НДС-пен менің басымда ұртпа. Яғни порогты бұрынғы 79-да 78 миллионда қалдыр, болмаса одан да көтер. Бірақ мынандай бизнеске қызмет көрсететін болсам, мен тек қана общественный, яғни 10%-тік салық режимінде қызмет көрсетуім керек. Яғни 3%-тік, 4%-тік салық режимімен оларға қызмет көрсете алмаймын. Сонда ғана сен қазандарды бөлектейсің. Енді дәл осындай салықтық өзгерістерге қатысты түрлі... Соны айтып кетейін. Себебі айтам ғой, үлкен мақсат қойылды да, бірақ жүзеге асыру кезінде, мысалы салық комитеті өзінің бір жеке басының нелерін не қылып, осындай үлкен дау-дамай туғызып отыр да кәсіпкерлер арасында. Сен үлкен мақсатқа істейтін іс-әрекеттерін үлкен мақсатқа кедергі жасамау керек. Негізі дау-дамай біздің елімізде ғана емес, жалпы салыққа қатысты әлемде де, жаһанда да осындай мәселе бар. Оны сәлден соң геосаясат айдарынан кейін талқыласақ, өйткені біздің кезегіміз геосаясат айдарына келіп қалды. Соған әжам сұратып, біз қазір мен не айттым да, мысалы қазір салық төлемейтін бір талай кәсіптерде бар, бизнестер бар. Мәселе неде? Салық жүктемесін көбейтудің гөрі біз салықтық мәдениет енгізуіміз керек. Яғни әрбір кәсіпкер, әрбір бизнес оған тиесілі салықты төлеп жүрсе, ауыр емес. Қол келгенше, жағдай келгенше. Біз одан да көп қаражат жинайтын едік, салық жинайтын едік. Бұл Лафер деген белгілі Чикагодағы профессор бар, ол кісімен бірінші рет кездескенмін, сөйлескенмін. Ол не дейді, кривая Лафера, бір графиктік шығарды. Егер салық мөлшерлемесі қатты тым көбейтсе, онда салықтың жинаған салықтың көлемі азаяды. Ол керісінше әсер береді. Сондықтан біз мынандай баланс табуымыз керек сияқты. Нәтижесі жақсы болады дейсіз ғой бұл жағдайда. Әлемдеп жатырмыз ғой, енді бұл жерде расында әлемде де салыққа қатысты түрлі жаңалықтар бар екенін білеміз. Әсіресе ақш пен Канадаға қатысты соңғы жаңалықтарды қазір геосаясат айдарынан білсек, геосаяси аренада Қытайдың әскери шерулері әрқашан жаһанды тамсандыратын 6 бөлікке бөлінетін революциялық дрондар ақш пен тең түсетін айбынды армия. Сырт көзге бәрі мінсіз еді, бірақ Бейжіңнің қорғаныс қамалының ішінде ірткі бар анықталды. Әскери әлеуетін әлемді сескендірген Пекин неге өз ішінде тазалау жүргізуге мәжбүр болды? Әйгерім, Си Цзиньпиннің ең сенімді серігі қалайша сатқын атанды? Қайырлы күн. Айжан, дүниенің 185 елін дүрліктіріп қойған Си Цзиньпин қазір өз елінің қорғаныс жүйесіне тазалау жүргізіп жатыр. The Wall Street журнал басылымында Қытай қарулы күштеріне аса ауыр зиян келді деген мақала жарық көрді. Бұл жөнінде толығырақ геосаясат айдарында.
Қытай әскерін жедел басқару Си Цзиньпиннің қолына өтті. Бұған ең жоғары әскери басшы генерал Чжан Юйсеға қатысты тергеу себеп. Ол бірнеше бап бойынша күдік келінді. Қытай билігі қылмыстық істі толық тарқатпады. Тек заңды өрескел бұзды деп жариялаған. Ал The Wall Street журналының мәліметінше генералға бірнеше айыптау тағылған. Соның ең ауыры ядролық қару туралы құпия деректерді ақш-қа берген. Сондай-ақ Чжан әскери лауазымдарды сату арқылы пайда тапқан. Жоғары лауазымды әскери шенеуніктер Чжан Юйсе мен Лю Чжэньлиге қатысты тәртіп пен заңды өрескел бұзды деген күдікпен тергеу басталды. 76 жастағы Чжан Юйсе ұзақ жылдар бойы басшының сенімді серігі, әрі оң қолы болып саналған. Оның Қытай төрағасымен тағдырластығы да бар. Екеуінің әкесі 40-шы жылдардағы азаматтық соғыста бірге қызмет еткен, және олар бір-бірін бала кезден таниды. Жалпы Чжан Юйсе әскери тұлғалардың ішіндегі ең ықпалдысы. Оның бұл саладағы тәжірибесі де мол. Егер ядролық құпияны тарату бойынша айыптау расталса, экс-генералды өлім жазасы күтіп тұр. Ал сарапшылардың басым бөлігі бұл айыптаулармен келіспейді. Әскери саладағы алдыңғы бірнеше тазалаудан кейін де Чжан ең ықпалды тұлға болып қала берген. Сондықтан қазір саяси күрес логикасы бойынша бұл жағдай сыбайлас жемқорлықпен күрес емес, керісінше күн тәртібіне ықпал ете алатын салмақты фигуралармен күрес болып отыр. Бұл ел ішіндегі өте өткір саяси қақтығыстар мен ішкі саяси дағдарыстың белгісі. Мұндай қадам күштердің арақатынасын өзгертеді. Осы тұста Си Цзиньпин балалық шағынан бірге келе жатқан жеке байланыстарында құрбан етіп, шектен тыс қадамдарға баруға дайын екенін көрсетіп отыр. Бұл ауқымы өте үлкен әрі трагедиялық оқиға. Си Цзиньпин билікке келгелі 14 жылында әскерді толық тазартудан өткізген. Байқап қарасақ, 100-ге жуық әскери шенді қызметтен шеттетілді. Қазір кеңес құрамында небәрі 2 адам ғана қалды. Оның бірі Қытай басшысы Си Цзиньпиннің өзі, екіншісі қазан айында ғана тағайындалған орталық әскери кеңестің төраға орынбасары. Сала мамандары болса саясаткерлердің бұл қадамын баяу ілгерілеу деп бағалады. Қытай саясатында соңғы жылдардағы ең елеулі өзгеріс болып жатыр. Си Цзиньпин билікке келіп, армиядағы ықпал қарсыластарын тазартқан кезеңнен бергі ең ірі оқиға. Қытай халық азаттық армиясын басқаруда қиындықтар туындауы мүмкін. Себебі Си Цзиньпин орталық әскери кеңесте тек бір ғана белсенді серіктеспен қалды. Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің соңғы жылдары әскери салаға қып-қызыл қаржы құюда. Сарапшылар мұны Қытайды әлемдік деңгейдегі әскери державаға айналдыру стратегиясымен байланыстырады. Бұл геосаясаттағы ақш-пен бәсекелестіктің күшейгенін көрсетеді. Вашингтон Қытайға экономикалық қысымды арттырып, жаңа талаптар қоюда. Бұған Трамптың Канадада Қытаймен сауда келісімін жасаса, барлық канадалық тауарға 100%-лық баж салығын енгіземіз деген мәлімдемесі дәлел. Сондай-ақ ақш-тың барлау басқармасы Қытай туралы маңызды ақпарат бере алатын азаматтарды іздестіріп жатқанын мәлімдеді. Арнайы қызмет өкілдері әлеуметтік желіде жазба жариялап, өздерімен қауіпсіз байланыс орнату жолдарын түсіндірген екен. Айжан, сөз өзіңізде. Қытайдағы жағдай қазір әлем назарында болайын деп тұр. Қымбатты көрермендер, назарларыңызда ақпараттық сараптамалық түскі формат бағдарламасы. Дәл қазір біз студия қонақтарымен және байланысқа шыққан маманмен салықтың салмағы үкімет қателігін түзете ала ма деген сауал төңірегінде талқылау жүргізіп жатырмыз. Сіздер де бұл ойға өз пікірлеріңізді қоса аласыздар. Бүгінгі күн сауалы: сіздің ойыңызша өзгерістер мен толықтырулар енгізілген соң жаңа салық кодексі мемлекет пен бизнестің көңілінен бірдей шыға ма? Қазірде дауыс бергендер саны 600-ге жуықтаған, және олардың 49% жоқ бюджетке ақша, ал бизнеске жеңілдік керек, екеуінің мүддесі бір арнаға тоғыспайды деген нұсқаны таңдапты. 20% салық ешқашан бизнестің көңілінен шыққан емес, бұл табиғи қайшылық дейді. Тағы 16% егер оңайлатылған режиммен шығындарды шегеру талабы қайтарылса деген. Тағы 14% құжат өзгереді дегенге сенбеймін депті.
өз пікірін білдірген көрерменіміз бар. Иә, бірдей шығады деп ойлаймын, өйткені жан жақта талданып, зерделенген ғой дейді. Иә, оны енді алдағы уақытта көре жатармыз. Ал бір айтарымыз, осы жыл басталғалы жаңа салық кодексі күшіне енгелі, әлі де шағын және орта бизнес жалпы кәсіпкерлер тарапынан осы құжатқа қатысты көптеген сауалдар келіп жатыр. Ол үшін арнайы колл-центрлерде жұмыс істеп жатыр. Нақты айтқанда қазіргі кезде осы қоңырау бойынша жыл басынан бері электрондық қаржы орталығына 135 мың өтініш түскен. Сауалдардың тең жартысы және салық кодексіне бағытталған. Жаңа салық кодексіне орталыққа күнде 13-14 мың өтініш келіп түседі екен. Негізгі сауалдар ол салық реформасы, әлеуметтік төлемдер, жеңілдетілген режимге өту, өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркелуге қатысты. Бұдан бөлек айта кету керек, үкімет алдағы уақытта жобалық кеңсе іске қосылады және осы бойынша нақты жұмыстар атқарылады деді. Азат мырза, сіздің ойыңызша жобалық кеңсе жұмыс істейтін болса, сіз айтып отырған кемшіліктер ескеріліп, үкіметтің бұған дейін жіберілген қателігі түзеле ме? Енді соған үміттенеміз. Басқа амал жоқ. Мен тағы да айтам, негізінде салық кодексіне көрсетілген тәртіп бойынша оған тиісті өзгерістер тек қана келесі жылдан ғана күшіне енеді. Ал соған қарамастан президентіміз құрылтайда тапсырмасы бергеннен кейін мүмкін бұл ережесінен тыс мынандай не дейміз, жедел форматымен тиісті өзгерістер енгізіледі деп үмітіміз бар. Біз сол үшін күресе береміз. Біз өз, мысалы, Ақ жол партиясы да өз ұсыныстарды қайтадан жіберейік деп отырмыз. Жай жібереміз ғана емес, барып тікелей бұлай бетпе-бет әңгімелесіп, тиісті жауапты азаматтармен, лауазымдармен сөйлесіп, біз осы тиісті өзгерістерді талап етеміз деп уәде бере аламын. Енді таза парақтан деп жатырмыз ғой, жалпы алдағы уақытта. Біз білмейміз, геосаяси жағдай қалай өрбитін. Егер мұнай бағасы түсіп, бюджет ортайса, үкімет бұл таза парақты бірден жедел түрде жырта салу мүмкін емес пе, Бауыржан мырза? Мен айтып кеттім ғой, бізде үкімет үшін ең бірінші іштегі қалуақал маңызды болып табылады. Егер іште бүлік басталса, ол сыртта жағдайға төтеп беру мүмкін мемлекет ретінде, яғни оның қоры бар, бірақ іште проблема туындаса, ол ең жаман нәрсе. Сондықтан іштегі дау-дамайды басу, оны тыныштандыру ең басты мәселе болып табылады. Енді мен сөзімді аяқтамай кеттім, резерв бойынша да қосымша құн салығын, мысалы, ол тек қана фискалды механизм ретінде емес, ынталандыру механизм ретінде пайдаланылады. Мысалы, импортталатын кезде кез келген товар НДС на импортқа түседі 16%-ке. Енді қалай оны ынталандыруға, айналдыруға болады? Мысалы, экономика, яғни ол дайын товар ретінде келсе, кез келген төленген қосымша құн салығы ол қайтарылады, зачетқа алынады да. Егер дайын товар ретінде келсе, оны бір бөлігін қайтару керек, болмаса түпте қайтармау керек та. Ал егер ол шикізат ретінде келсе, бұл жерде переработка істеліп не алатын болса, онда толықтай қайтарылу керек. Яғни осындай механизм арқылы қосымша резерв, яғни қайтарылмайды деген сөз не? Яғни оны төленген салығы үкіметтің бюджеттің қалтасында қалады. Ол қандай жағдай болды? Мысалы, импорттаушылар келеді, оларда қайтарылатын НДС бар. Олар біреулерге мысалы зачет алады да, мысалы өзінің бюджетке төлеген қосымша құн салығын өзіне қайтарып алады. Сол арқылы да, мысалы, сол жағынан мысалы біз регулировка жасайтын болсақ, сонда бюджетке қосымша қаражат түседі. Яғни ол түптеп келген неге әкеледі? Мысалы, дайын товар келді делік, қосымша құн салығы 16%-ке егер ол ішінара, мысалы, жартылай қайтарылса, болмаса толықтай қайтарылмаса, онда не болады? Отандық товармен салыстырғанда импортталатын товар автоматты түрде 16%-ке қымбаттайды. Себебі іштегі өндірілетін товар ол қайтарылады. Сол сияқты, мысалы, оны защитный механизм ретінде пайдалануға болады, ынталандыратын. Яғни, сен мысалы сырттан әкелгенше товарда ол іште өндірілген выгодны болады. Бірақ қараңызшы, бізде қазір қосымша құн салығы көтерілгенмен 16%-ға доллар бағамы төмендеп тұр. Яғни теңге қазіргі кезде жақсы деңгейде. Әрқайсы ет пен сүйекті бөлек ажыратайық. Әрқайсы бір-бірін ол шатыстырмайды. Ол біз жоқ, менің айтайын деп тұрғаным бұл жерде үкімет қазіргі кезде халыққа жағдай жасап, яғни бағаны тұрақтандыру бойынша әрекет етіп жатқан жоқ па осы жерде, осы тұста?
Енді бұл енді валютаның курсын етсең, оның өзінің жеке пікірім бар. Оны басқа бір тақырыпта болса айта жатармын. Енді қосымша құн салығы туралы айтып тұрмыз ғой. Ең бастапқы мына көтерілгенде мақсатым мен мысалы экономист ретінде оны экономиканы мына инвестициялық мына бюджетке ақша жоқ. Себебі түскен ақша социалдық әлеуметтік проектілерге кетеді. Яғни мына үлкен инфрақұрылым болсын, үлкен завод салуға іште қаражат жоқ. Сол себепті ол көтеріліп еді. Мақсат сол еді. Сол мақсатқа, яғни ол айттым ғой, порогты төмендетті, басқа да етті, мына жеке кәсіпкерлерге үлкен қиындық туғызды. Яғни сол себепті мынандай не дейді? Ана бір рисунок бар ғой, реализация кезінде түсініксіз бір атқа айналады. Яғни әрбір мына ведомстволар өзінің ұсыныстарын кіргізіп, басты мақсатқа кедергі келетін көптеген майда ұсыныстар, проблемалар туындатып отыр. Яғни сен айтып кеттің. Бізге берген 1 минут қалды, сондықтан қымбат ханым, сіздің сөзіңізді, түйін сөзіңізді тыңдасақ. Қысқа нұсқа. Менің қосымша айтып өткім келетіні, жалпы қосылған құн салығын ғана бюджетті толтыру көзі деп қарауға болмайды. Бізде Қазақстан Республикасына заңсыз келіп жатқан тауарлар қорын шектеу керек. Заңсыз импортта төлемей, пошлинада төлемей, ешқандай алым салықтарда төлемей келіп жатқан тауарлармен неге күреспейді? Неге солардың жолдарын жаппайды? Егер де соны жабатын болса, барлығы заңды түрде келетін болса, менің жеке өзім эксперт ретінде көзқарасым бойынша барлығы жалпы ортақ режимде жұмыс жасайтын болса, ешкім ұтылмас еді. Себебі тек қана маржадан салық төлейтін еді. Тек қана өзінің қосқан табысынан ғана салық төлейтін еді. Сол кезде әділетті болар еді. Ал самозанятый режимінде жаңа салық кодексі өзгере ме, жоқ па? Біз сол үшін күресе береміз, және үмітіміз бар. Ендеше солай деп үміттенейік, өйткені осы күнге дейін қаншама кәсіпкерлер тарапынан, экономистер тарапынан аргументтер айтылып келгенімен үкімет оны ескермеді, бірақ президент назарына алды, енді бір оның оң нәтижесі болады деген үміттеміз. Сіздерге студиямызға келгендеріңізге және байланысқа шыққаныңызға қымбат ханым алғысымды білдіремін. Дәл осы тақырып, бірақ өзге тұсынан, өзге форматта, дневной форматта талқыланады. Айтар ой пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Амандықта жүздесейік.